Самолет ұшып келе жатқан кезінде адам жағын құтқарам деп ойламаппын. Есімім Дінмұхамед, 7-ші курс студенті, Астана медицина университеті. Қызылорда Астана рейсінде болған оқиға былай басталды. Самолетта ұшып келе жатқан уақытында бортпроводницалардан микрофонмен біздің бортта медиктер бар ма деген сауалды естідім. Жан-жағыма қарадым, ешкім шықпады, және де өзіме іштей шешім қабылдадым шығу керек деп. Барып қарадым, шамамен 50 жастағы кісі, сол кісіге көмек қажет болды. Ол кісінің қасына жанына барған кезінде шағымдары болды, кеуде қуысында қысылуы, жүрегінің қысылуына шағымдары болды. Нақтылайтын сұрақтар қойдым ол кісіге. Жүрек қысылуыңыз сол жаққа қарай берілер ме деп. Ол кісі, я сол жақ қолыма, сол жақ жағыма қарай беріледі деді. Есіме бірден инфаркт миокард жайлы түсті. Бортпроводницалардан мен тонометр сұрап, давлениесін өлшеп қарадым. Давлениесі қан қысымы төмендеп кеткен, 60. Перифериялық пульсті тексердім. Басында ол кісіде тахикардия болды, учащение пульса, 104 удар минуты. 1 минуттың ішінде ол кісі есінен талып қалды. Есінен талғаннан кейін барып, 5-ші курста бізде ОСКЕ станция болған, сердечно-легочная реанимация. Сол жайлы есіме түсті. Перифериялық пульсы сезілмеді. Тыныс алуы тоқтады, және де көзіндегі зрачок өте кеңейген болып кетті. Ол кісіні жерге жатқызып, сол сердечно-легочная реанимацияны жасап бастадым. 30 компрессия, 2 вдох. Сол 30 компрессиядан кейін, 1 циклдан кейін ол кісі өзін есін жинап алды. Есін жинағаннан кейін барып, медикаменттерден қарадым, не бар екен, аспирин болды. 2 таблетка аспирин беріп, және де кислород маскасын таққызып, сол пациентті аэропортқа дейін жеткіздік. Аэропортта бізді скорая медицинская помощь бригадасы қабылдап алды. Содан кейін барып, ол науқасты больницаға алып кетті. Мен өзім қайта бердім үйге қарай. Болды. Осындай ситуацияларға тап болғаныңызда сізді шетте тұрмауыңызды сұраймын. Өйткені бұл іс арқылы сіз адамның өмірін құтқарып қаласыз.